Ассалямарна көрермендері, қазақша тілдерінің дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Бүгін 20 қарашада сағат таңғы 7-ден кешкі 8:00-ге дейін Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы өтеді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Азаматтар 6 кандидаттың біреуіне дауыс бере алады. Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамдық саяси күштердің халықтық коалициясынан, Жигули Дайрабаев ауылы халықтық демократиялық патриоттық партиясынан, Нұрлан Әуесбаев жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясынан, Қарақат Абден кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы республикалық қоғамдық бірлестігінен, Салтанат Тұрсынбекова қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінен, Мейрам Қажыкен аманат республикалық кәсіподақтар бірлестігінен. Сайлаушылар тізімінде 11.950.485 қазақстандық бар. Сайлау бюллетендерінің саны 12.669.990 дананы құрайды. Сонымен қатар автобустар бүгін қала сыртындағы ауылдар мен қала ішіне тегін жүретін болады.